Халықтың бай ауыз әдебиетінің мол мұрасынан сусындап өскен Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінде жарқын із қалдырған тума талант иесі. Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы әйгілі әнші-композитор Ақан серінің қасиетті тұлпарының өлімі арқылы өнер мен сұлулықтың қаскөйлікке ұшырауын суреттейтін трагедиялық туынды. Бұл поэма ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толысып кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ілиясты заманының әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дәрменсіз қалған Ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. Тұсымда сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірімен Ақан маған деп, Ақанға деген ілтипатын ашық айтады. Тәтті әндерімен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген Ақан және оның жансерігі болған Құлагер бейнесі поэмада шебер суреттелген. Ілиястың поэмасында Ақан өмірінің трагедиялық беттері кеңінен ашылады. Сонымен қоса, автор сол замандағы адамдар арасындағы көре алмаушылық сынды жағымсыз қасиеттің ел арасындағы әлеуметтік қоғамдық мәселесінің сырын бүкпесіз ашады. Толғану атты алғашқы тарауда ақынның осы мәселелерге деген жеке көзқарасы, елі жері жөніндегі ойлары жүрек төрінен тебіреніспен баяндалады. Құлагер поэмасының шоқтығы биік шығарма екенін дәлелдейтін тұсы атақты Сағынайдың асын өткізілуін аса шебер бейнелеп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптеуі. Осы асқа жиналған дүйім жұрт Ақан серінің Құлагерін көріп, жүйрігі жануардың қай жағында деп таңданыс білдіріп, алғашқыда бітіміне көңілдер толмайды. Кейін Құлагердің бабы мен сынын Күренбай тап басып айтады. Сонымен қатар ақын осы астағы әртүрлі әлеуметті топты, қазақ халқының түрлі әдет-ғұрыптарын, ұлттық ойындарын тамаша бейнелейді. Халқына әсем әнін шырқап, олардың шексіз махаббатына бөленіп, ешбір арам ойсыз алаңсыз жүрген Ақан сері адам сенгісіз сұмдық жайтқа тап боларын қайдан білсін. Кекшіл батыраштың жан досына айналған Құлагеріне жасаған қастандығы Ақан үшін орны толмас қайғыға айналды. Зұлымдыққа толған тар заманға сыя алмай, ақын бас ауған жаққа кетіп қалады. Тағдырдың тауқыметіне төзбеген өнер иесі өмірдің мәнін жоғалтқандай күй кешеді. Осы бір поэма әлі күнге дейін шешімін таппаған әлеуметтік қоғамдық мәселелерді көтеріп, оқырманды сансыз сұрақтардың жетегінде қалдырады.